Сәлеметсіздер ме оқушылар? Здравствуйте, ребята! Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жаз бен күз айлары. Тема нашего сегодняшнего урока – летние и осенние месяцы. Біз сіздермен бүгінгі сабақта жаңа сөздерді сөздіктерге сүйеніп дұрыс жазуды және тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беруді үйренетін боламыз. А теперь мы с вами познакомимся с новыми словами нашего урока. Егін ору. Егін ору. Время уборки урожая. Шық түсті. Шық түсті. Выпала роса. Салқындайды. Салқындайды. Похолодает. Мың. Мың. Тысяча. Тыңда, оқы, қайтала. Слушай, читай, повторяй. Қазір қай мезгіл? Қазір қай мезгіл? Сейчас какое время года? Қазір күз мезгілі. А теперь попробуем ответить по настоящему времени. Қазір қыс мезгілі. Сейчас зима. Келесі мәтінді оқимыз. Прочитаем текст. Тыңда, оқы, қайтала. Слушай, читай, повторяй. Жаз ең ыстық мезгіл. Лето – самое жаркое время года. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Летние месяцы – июнь, июль, август. Жазда жеміс-жидек піседі. Летом созревают фрукты и овощи. Біз суға шомыламыз. Мы купаемся в воды. Күз айлары. Осенние месяцы. Қыркүйек, сентябрь, қазан, октябрь, қараша, ноябрь. Күзде егін орады. Осенью идет уборка урожая. Күзде күн салқындайды. Осенью дни похолодают. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Птицы улетают в теплый край. Жаңбыр жиі жауады. Часто идут дожди. Біз қолшатыр ұстаймыз. Мы держим зонтик. Келесі үшінші таптырма, третье задание. Жаз және күз айларын ретімен ата. Назовите летние и осенние месяцы по порядку. Сейчас я буду прочитать и переведу название месяца. Потом мы будем по порядку их назвать. Хорошо? Қаңтар, январь. Мамыр, май. Желтоқсан, декабрь. Маусым, июнь. Қараша, ноябрь. Сәуір, апрель. Шілде, июль. Наурыз, март. Ақпан, февраль. Тамыз, август. Қыркүйек, сентябрь. Қазан, октябрь. А теперь назовем по порядку летние месяцы. Летние месяцы – это у нас июнь, июль, август. Маусым, шілде және тамыз. Осенние месяцы – сентябрь, октябрь, ноябрь. Күз айлары – қыркүйек, қазан және қараша. Следующее у нас пятое задание, бесінші тапсырма. Суреттерді пайдаланып сөйлемді толықтырамыз. Мы должны, используя эти рисунки, дополнить предложение. Бірінші сурет. Жазда жеміс-жидек піседі. Екінші сурет, вторая картинка. Біз суға шомыламыз. Үшінші, күзде егін орады. Төртінші сурет. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. И самое последнее. Күн ыстық болады. Теперь мы выполняем письменное задание. Откроем тетрадь, ребята. Пишите сегодняшнее число и
четвертое тапсырма, төртінші тапсырма. Отбасы мүшелерінің қай мезгілде туғанын анықта, кестеге аттарын жаз. Определите, в какое время года родились члены твоей семьи. Напишите в таблицу имена. Например, зимой родилась моя мама. Қыс деген жерге зимой ана деп жазамыз, мама. Және ары қарай дәл осылай жалғастырамыз. Осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.